Сәлем достар, сіздермен бірге кинофан арнасы. Бүгінгі видеода 2011 жылы шыққан психологический фильмге қысқаша шолу жасайтын боламыз. Фильмнің аты Бункер деп аталады. Егер дайын болсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Эдриан есімді жас өнерлі жігіт өзінің үйінен жасырын камераны тауып алады. Камераны ашқан бойда жігіт Беллен есімді қызы одан шаршап кетіп тастап кеткенін баяндайды. Бұл оқиғаның жүрегіне қатты тиген соншалық ол арақ шарапқа масайып алады. Жақын жердегі арақ сататын дүкенге барып, ол жерде арақ ішіп, қызымен бірге қалай бақытты болған кездерін есіне алып жылайды. Ол жерде Фабиан есімді жас қыз жігітке көмектеспекші болады. Бірақ Эдриан мас күйінде бір жігітке соқтығысып, онымен бірге төбелесіп қалады. Фабиан бұны көріп тезірек көмектесуге келеді. Жігіттің көлік айдауға шамасы жетпейді, сол себепті қыз оны өзінің үйіне қарай шақырады. Азанда Эдриан біреудің үйінде қалай тап болғанын білмей отырады. Сонымен қоса жанында тұрған қыздан ұялады. Ол официант қыздың үйінен тезірек кетіп қалып филармонияға қарай жол тартады. Кешке қарай жігіт қайтадан арақ сататын дүкенге барып қыздан кешірім сұрайды. Эдриан музыкалық жерде жұмысшы болып істейтін еді. Сол себепті қызға кешірім ретінде сол жерде экскурсия құрып береді. Жігіт пен қыз жақсы араласып кетіп, Эдриан оның бетінен сүйеді. Кешке қарай қызды үйіне қарай алып кетіп, онымен бірге махаббатпен айналысады. Ал азанда болса Эдрианның үйіне полиция қызметкерлері келеді. Олар Эдрианның тастап кеткен қызын іздеп жүр екен. Эдрианның бірінші қызы бірнеше апта бұрын жоғалып кеткен. Сонымен қоса ол шетелге немесе басқа жерлерге қарай ұшпаған. Бірақ полициялардың ішінде Фабианның ең алғашқы жігіті бар болып шығады. Полиция қызметкерлері ешқандай кінә таппағандықтан жігітті кінәлі деп санайды. Олар ауланы бүкіл жерді тексереді. Кешке қарай Фабиан ваннаға түсіп жатады, бірақ кенеттен судың қалай қозғалып жатқанын байқайды. Ол қорыққаннан ваннадан шығып жігітіне қарай барады. Ғашығы оны құшақтап тынышталуын сұрайды. Фабианның полиция қызметінде істейтін алғашқы жігіті оған келеді. Қыздан ол Эдрианнан сақтануын сұрайды. Бірнеше күн өткеннен кейін қыз жұмысына асығып душ қабылдайды. Бірақ кенеттен су ыстық болып кетеді. Осының салдарынан қыз күйіп қалады. Раковинадан біртүрлі дыбыстар шығып кетеді, бірақ қыз ештеңені де түсінбей тұрады. Кешке қарай қыз ойнап жатқан кезде вентиляция құбырынан кілтті байқайды. Сол кеште үйдің жарығы сөніп қалады. Қыз төменге түскен кезде өзінің итінен қорқып, пианиноның үстіне құлап басын ұрып алады. Келесі күні Эдрианға полиция қызметкерлері звондап оны бөлімшеге қарай шақырады. Эдрианды өлген адамдардың жеріне апарады. Бірақ жігіт ол жерден Белленді көрмейді. Үйіне келген кезде жігіт Фабианды қатты құшақтайды. Бірақ Белленнің айнаның артынан барлығын көріп отқанын білмейді. Келесі сценада біз Эдриан мен Белленнің бұрынғы өміріне тап боламыз. Эдриан жұмысының салдарынан басқа қалаға көшуге тиіс болады. Беллен оны жақсы көргендіктен қалаға онымен бірге көшеді. Екеуі бірге сол қаланың ішінен үй таңдап отырады. Олар өздеріне сай келетін үйге барады. Квартираны жалға беріп жатқан Эмма есімді әйел. Ол күйеуі өлгеннен кейін бұл үйден Германияға көшуге мәжбүр. Әйел пәтерді беруге дайын, бірақ қыз Ганс есімді оның итіне қарауы тиіс. Қыз жануарларды жақсы көргендіктен бұл келісіммен келіседі. Екеуі бақытты өмір сүріп жатады. Бірақ Беллен оның жұмыс орнына барған кезде жігітті басқа қызбен бірге ұстап алады. Жігіт бірінші рет қызға ұсталып тұрған жоқ еді. Сондықтан қыз жігітті қызғана бастайды. Сол себепті ол оның телефонын алып тексереді. Телефонынан басқа қызбен сөйлескен хабарламаларын көріп, жігіттен бәрін түсіндіруді сұрайды. Жігіт қыз екеуі бірге көңіл көтерген, бірақ екеуінің арасында дым болмағанын түсіндіреді. Беллен пәтер берушімен кездескен кезде барлық сырларын айтады. Пәтер берушінің күйеуі инженер мен офицер болған. Сондықтан екінші дүниежүзілік соғысынан кейін оны аңдиды деп қорыққан. Сол себепті күйеуі мықты үйді тұрғызғанын айтады. Мықты деп айтқан себебі үйдің ішіне құпия жерлерді толтырып тастаған. Қыз сол құпия жерлерден қарап жігітін тексермекші болады. Ол жерден үйдің ішіне қарай дыбыс бармайды. Сонымен қатар айна арқылы арғы бөлмеде не болып жатқанын көруге болады. Қыз өтірік заттарын жинап Эдрианмен қоштасқан түр жасайды. Сол себепті ол Эдрианға видеозапись жазып қалдырады. Қыз болса заттарын жинап құпия бөлмеге қарай кіреді. Эдриан болса жұмысынан үйге қарай келді. Қыз тез құпия жерге қарай орналасып алады. Видеоны көрген кезде Эдриан қатты қобалжиды. Сол себепті ол Белленге звондайды. Беллен болса оны жігіт іздеп жатқанына қуанып, құпия жерден шықпақшы болады. Бірақ ол кілтті жоғалтып алып, сол жерде қалып қояды. Қыз қатты қорқып кетеді. Сол себепті жігітті айқайлап өзіне қарай шақырмақшы болады. Бірақ бүкіл мүмкіндіктері құр босқа еді, себебі ол жерге дыбыс бармайды. Ол жердегі айналар сынбайды, сонымен қоса интернет желісі де ұстамайтын еді. Эдриан қызының жоғалып кеткен полицияға хабарлайды. Бірақ олар Эдрианның қызының көзіне шөп салғанын біледі. Сол себепті олар қызды кетіп қалды деп ойлайды. Бункердің ішін қарап жүріп Беллен мерзімі өтіп кеткен тамақтарды тауып алады. Басында қыз ол тамақтарды жей алмай жүреді, бірақ кейіннен басқа мүмкіндігі жоқ екенін түсінеді. Біраздан кейін қыз пышақпен жарды қыра бастайды, бірақ бұған көп уақыт пен күш керек еді. Арада күндері, апталар өтіп кетеді. Қыз сол күйі қалың жарды тисе алмаған.
Қыз отырған жердегі электр сымдары күйіп кетеді. Бір сәтте Эдриан өзінің көп арақ ішетінін, сонымен қоса қызды ұмыту керек деп ойлайды. Тура сол күні жігіт басқа жерге кетіп Фабиананы үйіне алып келеді. Екеуі бірге Белленнің көзінше махаббатпен айналысады. Айнаның артында тұрған қыз бұның барлығын көруге мәжбүр. Азанда Беллен оның тіс щеткасын қолданып жатқан басқа қызды көреді. Беллен болса айнаның артында тұрып қызды өзіне қарай шақырмақшы болады. Бір сәтте Фабиана раковинаға қарай құлағын тосады. Өйткені біртүрлі толқындарды сезеді. Оның бәрін жасап жатқан Беллен болады. Өзінің бар екенін естірту үшін қыз раковинаға қарай шыңғырады. Бірақ Фабиана қатты қорқып кетіп, жардың артында елес бар деп ойлайды. Сол кеште Фабиана көңіл көтеріп жатады. Ол вентиляция құбырынан кілтті тауып алады. Оны көрген Беллен кілттің табылғанына қатты қуанады. Сонымен қоса оны Фабиана құтқарады деп ойлайды. Бірақ Беллен бір сәтте барлығы бекер екенін түсінеді. Өйткені Фабиан ол кілтті алқа қылып тағып алады. Азанда Эдриан жұмысына қарай кетіп қалады. Аулада қыдырып жүрген Фабиан кішкентай ғана көлдің ластанып кеткенін байқайды. Сол себепті ваннаға қарай асығып жүгіреді. Ол жардың артында тұрған Белленмен сөйлеспекші болады. Осыны байқаған Беллен темірді алып құбырды ұра бастайды. Соның арқасында судың бетінде кішкентай ғана толқындар пайда бола бастайды. Сұрақтарын қойғаннан кейін Фабиана жардың артында елес емес адамның тұрғанын біледі. Ит болса Фабианға айнаның артында құпия жер бар екенін түсіндіреді. Шкафты ашқан кезде қыз кілт сиятын құлыпты көреді. Бірақ ол Белленді құтқармайды. Сол сәтте үйге қарай Эдриан келеді. Қыз Эдрианға болған жағдайды айтпайды. Ит болса Эдрианға барлығын түсіндіру үшін үріп тұрады. Қыз болса жігітке ештеңені білдіртпейді. Белленнің айнаның артынан қарап тұрғанын білген қыз басқа жерге қарай орналасады. Сонымен қоса бірінші қабаттағы ваннаға баратын болды. Бірнеше күн өткеннен кейін Фабиан Белленмен бірге сөйлеспекші болады. Бірақ Беллен ешқандай да жауап қайтармайды. Азанға қарай олардың үйіне детектив келеді. Ол Эдриан мен Белленнің бірге түскен суреттерін береді. Бірнеше күн өткеннен кейін Фабиан Белленді алаңдай бастайды. Сол себептен шкафтың есігін ашып кіреді. Ол жерде ұйықтап жатқан Белленнің денесін тауып алады. Бірақ Беллен өтірік ұйықтап жатқан түр жасайды. Ол Фабианның басын бутылкамен ұрып ол жерден шығып кеткен. Жігіт үйге келген кезде Фабианды таппай қалады. Ал Беллен болса басқа жерге көшіп кетуді шешеді. Бірақ Беллен Фабианды аяп жігітке бункердің кілтін қалдырады. Бірақ Эдриан ол қай жердің кілті екенін білмейді. Ал пәтерді жалға беруші қайтыс болып кеткен. Фабиан болса сол қорқынышты бункердің ішінде қалып қайтыс болады. Осымен фильм аяғына да жетеді. Достар, фильм жайлы пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Сонымен қатар арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кинофан арнасы, барлықтарыңызға сау болыңыздар.